Сәлем достар, бүгін керек-дерек арнасында жаңа пайдалы видео. Достар, каналға бірден тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Шын жүректен алғысымды айтамын. Олай болса кеттік. Бүгін мен сіздерге көк шайдың, яғни зеленый шай, осы көк шайдың адам ағзасына тигізетін 11 түрлі пайдасын қазір айтатын боламын. Бұл көк шайдың құрамында антиоксидант бар. Ол дегеніміз жасарудың бірден-бір кепілі. Антиоксидант жүрек ауруына, қатерлі ісікке, ерте қартаюға жол ашатын химиялық элементтердің әсерін жоятын күшке ие. Мамандардың айтуынша, ол дене формасын сақтауға көмектеседі. Оның ішінде көк шай, жеміс-жидектер, көкөністер, сарымсақтар, антиоксиданты тағамдардың бірнешеуі ғана осыларда кездеседі. Екінші, ол денедегі артық майларды өзіне жинап майды кетіреді. Көк шай адамның өмір сүруінің ұзақтығына әсер етеді, стрессті азайтады, мидың жұмыс істеуін көбейтеді, қан қысымының төмендеуіне көмектеседі, өкпені тазартады. Ішімдік ішкеннен соң бауырдың тазаруына көмек береді. Адамның тісінің құрттауының, қараюының алдын алады. Адамның сүйегінің өсуіне көп көмегі бар. Иммундық жүйені жақсартады, қалпына келтіреді, иммунитетті көтереді.